Адамға ұйқы не үшін қажет? Ол біздің өміріміздің үштен бір бөлігін алып, сол кезде біз аш және қозғаусыз жатамыз. Бірақ та ол біздің өміріміздің ең керек үдерісі болып табылады. Тек ұйқы кезінде біз толықтай демалатынымызды естен шығармауымыз қажет. Ұйқы кезінде лимфоциттер іске қосылады және алдағы уақытқа ағза инфекцияға қарсы тұруға дайын болады. Оған қоса өсу гормоны әсерлі жұмыс жасап, әртүрлі ақауларға қарсы тұрады. Және шынымен де ұйқы кезінде біз өсеміз. Ұйқы біздің өміріміз. Ал ұйқы өзі әртүрлі үдерістен тұрады. Олар баяу ұйқы және де тез ұйқы. Олар ұйқы кезінде шамамен 5 рет орынмен ауысады. Бірінші кезекте баяу ұйқы орын алады. Сол кезде біз көрген түстерімізді есте қалдырмаймыз. Баяу ұйқы үдерісінен кейін жылдам ұйқы орын алады. Ол шамамен 5-10 минут уақыт болады. Осы үдеріс кезінде біз әлі ұйқыда болсақ та, біздің миымыз осы уақытта жұмыс жасайды. Күндіз болған мәліметтерді қатар-қатарға қойып, бәрін қорытындылайды. Және де ең қызықтысы, осы кезде мидан басқа біздің көзіміз де жұмыс жасап қозғалады. Сондықтан оны КЖК деп атайды. Яғни ол көздің жылдам қозғалысы деген ұғымды білдіреді. Өз түсінді басқару өте оңай. Тек қана өзінің ұйықтап жатқанында түсінуің қажет. Және ең қызықты түстерімізді біз жылдам ұйқы кезінде көреміз. Тіпті осы жайлы ғылыми термин бар: ұйқылы қарастар. Мен бұл терминді мүлде естімеген. Онда оны мен ойлап таптым. Жалпы айтқанда, қарастарынды жазып алатын арнайы құрылғы орнату қажет. Құрылғы іске қосылып, арнайы дыбыс сигналы іске қосылады. Бірақ адам одан оянып кетпей ме? Бұл өте ерекше дыбыстық сигнал болады. Сен оны естіп, өзінің ұйықтап жатқаныңды түсінесің. Ал қалғаны техниканы. Санжар, сабақ аяқталды, тұр тез. Жансая, мен саған бір қызық айтайын ба? Айт. Мен бүгін сен түсінде көрдім ғой. Сен маған ми туралы түсіндірдің. Шын ба? Шын.